Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің есімім Байтасова Олжан. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыз ол проекция деп аталады. Проекция латынның алғылақтыру, бұйымның бетке, көбіне жазықтыққа белгілі бір әдіспен тұрғызылған кескіні. Бізге бұл жерде керекті заттар алма және қағаз. Алманы қағаз бетіне орналастырған кезде бізде көлеңке пайда болады. Бұл проекция деп аталады. Ал біздегі жалпы процесс ол проекциялау деп аталады. Проекциялаудың 4 түрі бар. Олар орталық, параллель, аксонометриялық және тікбұрышты. Орталық проекция дегеніміз, егер нәрсені салуға көмектесетін сәулелер бір нүкте бойынан шықса, біз оны орталық проекция деп атаймыз. Орталық проекциялаудың негізгі қасиеттері: нүктенің проекциясы нүкте, түзудің проекциясы түзу болады екен. Параллель проекция дегеніміз, бұйымның өзара параллель проекциялаушы түзулердің көмегімен орналастырылған жазықтықтағы бейнесі. Аксонометриялық проекция дегеніміз, тікбұрышты координаталар арқылы байланысқан бұйымның жазықтықтағы бейнесі екен. Тікбұрышты проекциялау дегеніміз, бұйымның проекциялар жазықтығына перпендикуляр болатын проекциялаушы түзулердің көмегімен тұрғызылған жазықтықтағы бейнесі.